Алғашқы жазудың пайда болуы, әліпбидің тұңғыш дүниеге келуі өте қызық. Сіз білесіз бе, алғашқы қазақ кирилл әліпбиін 19 ғасырда Ыбырай Алтынсарин құрастырған. Әліпбиді құрастыру кезінде өзі жазған қолжазба бар. Ол жайында не білесіз? Таныстырғалы отырған құнды, аса бір құнды дүниеміз ол Ыбырай Алтынсариннің қолжазба. Өз қолымен жазған қолжазба кітабы. Бұл қолжазба нұсқасы алдымен ол кісінің қырғыз хрестоматиясы және мынау бастапқы орыс тілін үйретудің бастапқы оқу құралдары шыққан кітаптары бар. Сол кітаптың мынау алдымызда жатқан начальное руководство к обучению киргиз-русскому языку деген кітабының екінші бөліміне қолжазба жазған екен. Өзі бұл дүниеден өтердің алдында жазылған соңғы қолжазбасын болуы мүмкін. Қолжазба мұқабасында 1879 жылы жазылғандығы жайлы ақпар бар. Қара сиямен ақ параққа түскен орыс сөздердің қазақша аудармалары кей жерлерде өзін-өзі түзеткен. Бұл құнды жәдігер қалай сақталып қалған? Бұл қолжазбаны 1936 жылы осы біздің ұлттық кітапханаға Жұмабаев деген кісі директор болған тұста өткізген екен. Бұл Васильев деген кісі Қазан қаласының тұрғыны, Татарстанның. Ол кісі осы Алтынсариннен кейін 1890 жылы Торғай облыстық инспектор болып келген екен. Осылайша қолжазба жақсы жандардың шарапатымен жанашырлар қолына түскен. Бұл қазақ әліпбиін зерттеушілерге таптырмас дерек. Түпнұсқасын іздеген адам Қазақстан ұлттық кітапханасының сирек кездесетін кітаптар мен қолжазбалар қорынан таба алады. Ал көшірмесін біз бұны насихаттамай отыра алмаймыз ғой. Бұны бәрібір біздің өзіміздің кітапхананың тарапынан ұлттық кітапхана журналы шығады. Соған біз осы қолжазба жайлы деректерді айта отырып, оның көшірмесін жалпы халыққа тарқатып жіберіп отырамыз осылай. Сонда ел көріп, өз көздерімен көріп, ол кісінің қаншалықты еңбек сіңіргенін осы салада араб жазуымен жүрген қазақ халқын орыс алфавитіне көшіруді 19 ғасырдың екінші жартысында қолға алған кісі болып. Ыбырай Алтынсарин есімі тайға басқан таңбадай өшпейді дегенмен қолға ұстаған бұйымы бізге баға жетпес мұра, ұрпаққа аманат.